Баршаңызға сәлем құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге асқабақтан дайындалатын салат рецептін ұсынамын. Бұл салат тез дайындалады, әрі өте нәзік, жұмсақ және дәмді болып шығады. Салат дайындау үшін келесі ингредиенттер қажет. Ол асқабақ, аскөк, ақжелкен, сарымсақ, күнбағыс майы, 9% сірке суы, тұз, дәмдеуіштерден қара бұрыш, ұнтақталған кориандр және қант. Жуылған асқабақты ұштарын кесіп, үкіштен өткізіп аламын. Асқабақты үкіштен өткізіп болғаннан кейін бетіне тұз сеуіп, араластырып 15 минутқа қалдырамын. Асқабақтан бөлінген суын және артық шырынды сығып, басқа терең ыдысқа саламын. Ақжелкен және аскөк сабақтарын алып, тек жұмсақ жерлерін жұмсаймын. Аскөк және ақжелкен туралғаннан кейін асқабақтың бетіне қосып және қара бұрыш, кориандр, қант, сарымсақ қосып, салаттың бетіне қыздырылған күнбағыс майын құйып, сірке суын қосып, әбден араластырамын. Салатты дайындау барысында дәмдеуіштердің пропорцияларын жеке талғамыңызға қарай қосуға болады.
Барлық ингредиенттердің пропорцияларын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Әбден араластырып болғаннан кейін дайын болған салатты 1 немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа қоямын. Мінеки асқабақтан дайындалған өте нәзік, жұмсақ және дәмді салат дайын болды. Сіздерге ұсынған рецепт ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.